Сәлем қыздар, егер де сіздер менің арнама алғашқы келіп тұрсаңыздар, менің есімім Шолпан болады. Мен өз шығарымдарымда тоқыма өнер жайындағы бар білген түйгендерімді сіздермен бөлісемін. Және де каналыма кіріп, өз комментарийлеріңізді білдіріп, қолдау білдіргендеріңізге үлкен рахмет. Арнама жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақ тілді тоқыма каналының өркендеуіне үлкен үлес қосқандарыңыз үшін тағы да рахмет. Сонымен, егер де сіздер менің каналыма кіріп көріп жүрген тұрақтар көрермендеріміз болсаңыз, сіздер мұна жемпірді білесіздер. Бұл жемпір мен 3-4 жасар қызға арнап тоқыған жемпірім, кішкентай қызыма арнап, яғни мастер-класс түгелімен бар. Мынаны қалай тоқылғаны, ложный кетлевка, жалған кетлевка әдісі, қалай бөлу керек, қалай есептеу керек түгелімен бар. Сонымен мен бұған жай ғана әдеміледім. Мінекей әдемілеп тоқыдым. Жеңді қалай жабу керектігін, жалпы итальяндық шалым туралы барлығын айттым. Егер де сіздер алғашқы келіп тұрған көрермен болсаңыздар, және де бір ерекшелігі осы жолы мен жуып кептірдім ғой. Жуыпты кептірген кезде жемпірдің алды қысқалау, арты ұзында болып кебуіне кептіруге тырыстым да, нәтижесінде мынадай болып шықты. Алды қысқа, арты ұзын болып шықты. Мен мұны жудым. Қазір мынандай қызыма өте ұнайды. Мінекей осындай әдемі жемпір. Тек мен бұл жіпке бір көңілім толмағаны, жіптің бояуы шығады. Мүмкін алдағы уақыттарда бояуы кететін шығар деп ойлаймын. Сіздермен міндетті түрде бұл туралы бөлісемін. Мінекей осындай. Және соған қарап, мен жалпы жіп қалған болса, егерде мен тырысамын оған комплект тоқуға да, бас киім бір нәрсе тоқып тастауға жіпте мынандай қалды дегенімді. Қазір қарайық, сіздерге көрсетейін. Мінекей 25 грамм жіп қалды сонда менде. 175 грамм жіп шамамен кеткен болып тұр. Мына бір жемпірге 4 жасар жіп қызға. Содан соң, алып тастайын қазір. Содан соң мен бір жіп қалды ғой, 3 жіп алдым дедім ғой да. Содан қызыма қазір бас киім тоқу үстіндемін. Мен сіздерге оны көрсетемін. Мен тоқыдым, қазір сіздерге көрсетемін. Мінекей. Бұл да бомбон жібі, түсі сары, қазір номерін білмеймін. Мінекей мынадай болып тұрады. Қата шапка дейді ғой, қыз балдарға тез тоқылады, ешқандай қиындығы жоқ. Тек қана ерекшелігі төбесін жабу кезінде мынадай етіп, мына жерден былай жабасыз. Екі жағынан да, алдынан да, артынан да. Осындай, және де өзінің тақпайтын сырғамды мынадай әдемілеп тағып қойдым. Қызыма ұнады. Бұл менің 6-7 жасар қызыма арнап тоқыған бас киімім. Мінекей бас киім, бұл менде бомбон жібінен жаңағы мынаған комплекті, мына жемпірге комплекті. Мінекей барлығын белгілеп қойдым. Сіздерге мастер-класс түсірем деп ойлаймын. Егерде сіздерге ұнаса, әрине кіріп бірге тоқуларыңызға болады менімен. Содан соң мен кеше ғана бітірген бас киім, мінекей мынау бас киім, бұл менде қазір сіздерге көрсетейін. Ализе Суперлана классик жібіне түсі 207 түс, яғни әдемі қоңырқай түс. Кофейный түске келеді, кофе түсіне келеді, ақшыл кофе түске. Меланж аралас, өте әдемі. Мен бұны жалпы молда өтіп тоқыдым. 12 жастағы балаларға да келетін етіп, 7 жас, 8 жастағы қыздарға да келетін етіп, бәрібір төбесі мынадай. Кім кисе де әйтеуір тоқып қойдым. Өте ұнады маған тоқыма.
барысында осылай мінекей мынадай етіп қайтару, фиксирленген қайтарыммен барлығын тоқыдым. Майлон жібінің сары түсі, егер де мен жіптің номерін тапсам, міндетті түрде видеоға қазір түсіремін, көрсетемін. Қызыма тоқып болған жемпірім. Бұл менің мінекей комплекті екеуі. Жаңағы бас киіммен бірге де. Мынадай етіп, ол да жаңағыдай жалған кетлевка әдісімен тоқылды. Алдынан тек қана бір ерекшелігі бұның деген мынадай төменгі жағына мынадай өрнектер салдым, және жеңіне осындай өрнектер салдым. Түкте қиындығы жоқ. Оң теріс әдістер тек қана. Молымен тоқылды қыздар барлығы да, себебі қыз балалар өте тез өседі. Бомбон жібі және өте бюджетті жіп. Жалпы мен ойламаймын, кішкентай балаларға қымбат жіп алып керек емес. Жіптің түсіменде 208-ші түс, мінекей жазып қойғанмын сұр түсі деп. Жалпы бұл жемпір менде көптен бері жатырған процесс, шамамен 2 ай жатыр тоқылмай. Жіп бұл тоқыма менде 3-тік сыммен тоқылды. Осындай өте әдемі жемпір тоқылу үстінде. Қызыма әлсін-әлсін кигізіп қарау үстіндемін. Мінекей жоғарыдан төмен қарай реглан әдісі. Мынадай реглан өсу ретінде мен теріспен тоқыдым. Теріс шалыммен тоқыдым. Содан соң жанын тоқыма жаңағы міндеттен азеттік өсім аламыз ғой да, сол жерде түгелмен теріс әдіспен тоқыдым. Білмем қалай болып шығатынын көреміз. Осындай процесс. Алдағы уақытта сіздерге не шыққанын көрсетемін. Жеңін қазір тоқып жатырмын. Бір жағы жеңін, екінші жағы мінекей. Жібім қалады деп ойлаймын. Қалса міндетті түрде сіздерге бұған да бір бас киім тоқимын. Соң алдарыңыздағы мынадай следок. Бұл 35, 37, 38 размерлерге арнап тоқылған следок. Менің аяғым 38. Жіптің ерекшелігіне байланысты менде қазір 38 размерге келіп тұр, дәл шақ келіп тұр. Мінекей. Бұл менде, бұл сіздерге көрсетемін. Бұл следок менде Алеси экстра жібінен тоқылды. Ақшыл қоңыр түсінен. Түсі сіздерге 167-ші түс. 100 граммда 220 метр. Тоқылу ұсынылады 2,5 мен 4-пен. Ал мен бұл следокты 3,5 миллиметрлік сыммен тоқыдым. Өтектеуге болады, стиралкада кір машинасында жууға болмайды дейді. Крючокпен тоқуға болады. Осындай қолмен жууға болады дейді. Мінекей осындай керемет жіп. Мен де тоқылу барысында өте ұнады. Бұны мен алғаш рет пайдаланып тоқып отырмын. Білмеймін, алдағы уақытта қандай болатынын білмеймін, но бюджетті жіп. Тоқу барысында маған кедергі келтірген жоқ. Мінекей осындай следок. Өте оңай тоқылады. Жалпы мен өзім носки тоқуды ұнатпаймын. Мынаны екеуін қатар тоқып тастадым да бірден. Содан соң барып жинауға көштім. Мына екіншісі қазір жинап тастаймын. Өте оңай тоқылады қыздар. Мынадай процесс жаңадан бастадым. Шын айтайын, мен мынаны 3 рет тоқып, 3 рет тарқаттым. Бұл процессті кәдімгідей біраз жерге барып қалып
қайта тарқатам, ұнамай қалады. Біресе мойны есептеп тоқығанның өзінде маған мойны үлкен болды да. Бұл сіздерге айта кетейін, бұл тоқыма процесін менің қызыма арнап тоқып жатырған, ертең көктемде киетін пончо. Бұл менде қазір сіздерге айтайын, 3 түрлі жіппен араласып тоқылды. Мінекей 3 түрлі жіппен араласып тоқылу үстінде біреуіне Ализе Ангора Голд стар жібі, мінекей пайеткісі бар да, моншағы бар жіп. Екіншісі менде деген мынаусы, менде Lana Gold 800. Айтпақшы, Ализе Ангора Голд стар деген менде 01 кремовый түсті. 100 граммда 410 метр бар. Екінші мынау меніңде Lana Gold 800 жібі. Бұл да кремовый түс, 100 граммда 800 метр бар. Үшіншісі менде Газал Танго жібі, 50 граммда 275 метр бар. Сіздерге түсі керек болса, қазір айтайын. Түсі менде 14,85. Осындай 20 грамм акрил, 20% кешіріңіздер акрил, 70% полимит, 10% лана мерино. Мериносы шерсті, мериносы жөбі бар ішінде. Мінекей осындай 3-пен араластырып тоқу үстіндемін. Үшеуі де кремовый түс. Жалпы, егер де сіздерге қызықты болса, мен сіздерге тоқу барысын алдағы уақытта түсірем деп ойлаймын. Мінекей қазір менде есептеп қойдым. Алдында шамамен мінекей осындай пончо болады деп есептеп тұрмын. Түгелімен 76 жіппен тоқу үстіндемін. Қазір тек қана мойнын тоқып жатырмын. Менің қолымдағы сым қазір 3,5 сыммен, итальяндық набормен алдым, 3-тік сыммен алдым итальяндық наборды. Содан соң тоқуды барысын менде қазір бұл 3,5 сыммен тоқу үстіндемін. Бірде-бір резинка әдісімен. Қазір мінекей осылай тоқып жатырмын. Алдағы уақытта мен сіздермен бұны міндетті түрде бөлісемін деп ойлаймын. Мінекей, егер де сіздерге қызықты болса, менімен бірге тоқыңыз. Сонымен қыздар, егер де бүгінгі шығарым сіздерге қызықты болды деп ойлаймын. Жалпы менің тоқыма процестерім, егер де сіздерге шабыт берсем, мен өте қуаныштымын. Сонымен сау болыңыздар. Пока-пока.